Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін отбасылық құндылық жайлы әдемі әңгіме өрбітетін боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламаға келген қонақтармен таныстыра кетейін. Көкшетау қаласы әкелер қоғамдастығының төрағасы Алмасбек Бекзан ағамыз келіп отыр. Және де ұлағатты ұстаз, еңбек ардагері, ел ағасы Есболат Исламбекұлы ағамыз да келіп отыр. Әдебиет және өнер музейінің аға ғылыми қызметкері Гүлзайра Файзуллақызы апайымыз да осы бағдарламада өзінің ойымен бөлісетін болады. Ал енді сіздерге ең бірінші жалпы қазақ халқы отбасы деген ұғымға ерекше тоқталып, ерекше мән береді. Осы тұрғыда өзіміз білеміз, жеті атаға дейін қыз алыспаған, жеті атасын білмеген жетесіз деп жатады. Осы тұрғыда не айтасыздар? Ол яғни отбасының ең басты тазалығы осы жеті атадан басталады. Яғни бүгінгі бағдарламамыздың ең бірінші сұрағы да осы болсын. Бүгінгі қозғалып отырған әңгіме тақырып бұл өте өзекті. Отбасы дегеніңіз ол мемлекеттің іргетасы деп айтуымыз керек. Мемлекет әр отбасының мүшелерінен мемлекет құралады. Оны мен жаңалық ашып отқан жоқпын, ол көпке белгілі. Жаңа өзіңіздің сұрағыңызға өзіңіз жауап бере кеттіңіз, дегенмен мен толықтырайын. Жеті ата ол отбасындағы ерекше бір мән беретін жай. Жеті атаны неге айтады? Оны да жаңа айтып кеттіңіз. Жеті атаға дейін қыз алып, қыз беріспеу, жеті атаға дейінгі адамдар өте жақын туыс болып саналатындығы, бұл жан тазалығы отбасындағы, тән тазалығы, ағайын туыстың арасындағы бірлік, ынтымақ, сол арқылы елдің, қоғамның ішіндегі ынтымақ бірлік үшін қажет. Айтады ғой қазақта, жеті атасын білмеген жетесіз. Неге осынша қатты айтылған сөз сияқты бұл? Жетесіз деген сөз, жеті атасын жете. Өйткені бұл мәселе ұлт тағдыры секті артық болмайды. Себебі біз жесірін жетімін жылатпаған сондай халықпыз. Осы жеті атасын білген адам ешқашанда өзінің ағайын туысын алыс ұстамайды өзінен. Кезінде бір ғана мысал айтайыншы, ауыл болып көшіп жүрді, ата-атамен көшті. Сол кезде оны қазіргі уақытта кейбір терең ұғынбаған адамдар ол қателік еді, ұруға бөлушілік еді деген ұғымды айтып қалады, түсініп айтып қалады. Мәселе ода емес, мәселе керісінше. Әртүрлі отбасылар болады, тұрмыстық деңгейі төмен, денсаулығы кемтар. Ол кезде халық көшіп қонып жүрді. Сонда сол туысын жақын деп санап, 4 атадан, 5 атадан, 6 атадан қосылса да, оны тастап кетпеген ешқашанда. Бірге көшіріп, бірге қоныстандырып, сол отбасының қамқоры болған. Басқа сол жеті атаның ішіндегі туыстар. Ол жеті атаның бірге түпкі тамыры, ол бірлік пен ынтымақ, жақындық. Ал оның түбі сыйластық. Сыйластық бар жерде, бірлік бар, ынтымақ бар, береке бар. Қазақ халқы және мынау қанның тазалығын. Жаңа айтыппын, жеті ата қыз алып, қыз беріспеу, оны біздің атамыз ертеден қолдаған. Кейінгі медицинада айтып жатыр ғой, оның қандай зияны бар, жақын адамдардың тұрмыс құруы, үйленуі деген, оның биологиялық тұрғыдан да, ғылыми тұрғыдан, оның психологиялық тұрғыдан да, қай тұрғыдан болсын зияны үлкен екендігін, зияны ауыр екендігін айтып отыр. Біздің аталарымыз соны ежелгі заманнан білген. Ол рулық жаңағы жеті атаға бөліну, ол жайдан жай пайда болған емес, оның түпкі мақсаты ұлттық мүддеден туындаған. Және ешқандай халықта жоқ бұндай, жеті атаға дейін. Біздің жалғыз дұрыс айтасыз, біздің қазақ халқында ғана бар екен қарап отырсақ. Бұл рухани тазалық, бұл қалай алып қарасақ та, қай жағынан алып қарасақ та, жан тазалығы, тән тазалығы, бұл адамның жан дүниесінің тазалығы осы жеті атадан басталынады. Менің жай қысқаша ғана пікірім, бұл туралы ұзақ айтуға болады, көптеген мысал келтіруге болады. Оны енді халықтың біразы біледі, дегенмен бұл қойылған сұрақ өте орынды сұрақ. Жастарға керек сұрақ қазіргі заманда. Мысалы,
қазіргі кезде жастар үйленіп жатқанда бір-бірінен руын да сұрамайды, жеті атасын да сұрамайды ғой. Бұрынғы кезде руын сұраған, енді руға бөлме деп айтады. Руды сұрау да ол жаңағы қан тазалығына байланысты, иә. Мысалы, руды сұрап, жеті атасын білу, жастардың, қазіргі жастардың мынау заманауи біздің мынау неге шетелге, Европаға еліктеген заманда қан тазалығы біздің қазақтың жаңағы өмірінде меніңше алғашқы бірінші тұрған мәселе деп білемін мен қазіргі заманда. Жақсы. Жалпы енді қыз тәрбиесіне келер болсақ, осыны алып қосар айтарларыңыз бар ма? Жалпы қазіргі қоғамдағы қыз тәрбиесі, оларды тұрмысқа шығатын кезде ұзатуы, болмаса алып қашу деген секілді дүниелерге өз ойларыңыз қалай қарайсыздар? Ана болғандықтан қыз тәрбиесі жөнінде кішкене тоқталып кетейін. Қыз бала ол болашақ ұрпақ жалғастырушысы дейді. Қыз бала өмірге ұрпақ әкелуші. Қыз бала сол барған жерінде ұзатып жатқанда жаңағы үлкен кісілер көптеген тілек айтып жатады. Судай сіңіп, тастай батып деп, сол барған жеріне судай сіңіп, тастай батып, өзінің отбасынан алған мынандай мақал бар ғой, анаға қарап қызын ал дейді, әкеге қарап жаңағы ұлын көр дейді, қыз елдің көркі дейді, қыз ұрпақ жалғастырушысы дейді. Сондықтан Бауыржан атамыздың бір мынандай жақсы бір сөзі бар, ұл баланы арқасынан қақ дейді. Ұл баланы арқасынан қақсаң, ұл бала өзінің жаңағы елге деген, отанға деген, сол отбасына деген, еңсесін биік көтеріп, жаңағы батырлық қасиетті бойына сіңіреді дейді. Ал қыз баланы маңдайынан сипа дейді, Бауыржан атам айтады. Өйткені қыз баланы маңдайынан сипағаның, қыз бала ертең ол жат жұрттық дейді. Оң жақта қыз бала жаңағы еркелеп, төрде отырып, мысалы біз елімізге барғанда да қонаққа бір жерге, мысалы өзіміздің балаларымыз келсе де, қыз балаларымыз төрге отырғызамыз. Өйткені қыз бала оң жақта жаңағы еркелеп өсу керек дейді. Бірақ еркелетіп өсіргенмен қыз баланы жаңағы қырық үйден тыю деген сөз бар. Ол жаңағы қырық үйден тыю деген, қырық өзінің жаңағы атауы бар. Енді қыз баланы өзін қалай ұстау керек? Мысалы, қатты сөйлемеу керек, қарқылдап күлмеу керек, үлкеннің алдынан жаңағы озып өтпеу керек деген сияқты жаңа қыз балаға арналған ата бабадан келе жатқан қазақтың бір өзінің дәстүр бойынша, салт бойынша жазып қойған заңы бар. Енді қыз баланы жаңағы айтып кеткен ұлттың жаңағы жалғастырушысы дейді. Сондықтан қыз баладан ана, анадан елдің анасы, жаңағы әқ әже, ары қарай өсе береді ғой жасы өскен сайын. Сондықтан сол отбасынан алған, жаңағы одан кейін Абай атамыз айтты ғой, адамға мінез үш ортадан, ата-анасынан, жаңа ата-анасынан алған тәрбие, одан кейін ұстазынан алған тәрбие, міне ағайлар сияқты осындай ұстаздан алған тәрбие мінезге өтеді. Одан кейін қасында жүрген құрбы құрдастарынан. Енді былай айтады, қазақта баланың мінезі үйде дейді, қылығы түзде дейді. Сондықтан қыз баланы ата-анамыз жаңағы өзімізді мысалы қалай тәрбиеледі, біз өзіміздің жаңағы дүниеге әкелген қызымызды болашақ, сен анасың, болашақ ұрпақ жалғастырушысың деп тәрбиелеу керек. Алмасбек аға, сізге тікелей сұрақ. Сіз әкелер қоғамдастығының төрағасысыз ғой. Қазіргі таңда бұрынғы әкелер мен қазіргі әкелердің тәрбиесі қандай? Осын салыстыра отырып айтып берсеңіз,
бұрынғы әкелердің тәрбиесінде өз әкеңіз бар, одан басқа көптеген әдебиеттен болсын шығармалар оқыдық. Соның барлығын алып қосып осы жерде өз ойыңызбен бөліссеңіз. Енді жалпы қалай айтсақ, қазақта мындай сөз бар ғой, өзіңді тап, өзегің орал деген. Енді жаңағы апайымыз айтып отырған сияқты қыз тәрбиесінде жалпы ер адамды құрметтеуге үйрететін болса, сол жаңа тұрмысқа шыққаннан кейін де бұрынғы әжелерімізді, бұрынғы кісілерді қарайтын болсаң, әкелері негізі сондай тәрбие бере қойған жоқ, былай қарасаң. Неге? Ол кезде қазақтан да сөз бар да, ана бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді деген. Енді әке деген нәрсе көбінесе сырттың, түздің адам болады, бірақ үйіне келген кезде балаларына әкең келе жатыр деген сияқты осы сөз, әкеңе қызмет жаса, әкеңе қолғанат бол деген нәрселермен осылай тәрбиелегенде, жалпы ата-ана әкенің рөлі бұл жерде анасының әкесін құрметтеуінен тәрбиеленеді бұл жерде. Қазіргі кезде жалпы осы уақытта әкенің балаға тәрбие беретін орны ерекше. Көбінесе қазір біз енді мектепте жұмыс істегендіктен көп ата-аналар былайша айтқанда толықбасты отбасы емес, толыққанды отбасы емес. Солардың балаларын қарайтын болсаңыз, олар еркелеу, кішкене бостау, солай өсіп келе жатыр да. Неге? Өйткені әкенің тәрбиесін көрмегендіктен. Жаңағы қыз тәрбиесіне де қарайтын болсаң, әкенің махаббатын көріп өскен қыз, ол көлденең көк аттың қолында не болмаса жетегінде кетіп қалмайды. Мынау бірде 2018 жылы бір форум болды, республиканский форум болды. Сонда бір спикердің айтқан несі бар да, әкелердің үйіне келген кезде әсіресе қыз балаларын құшақтап, маңдайына сүйіп, сен менің сұлуымсың деп арқасынан қағып сипайтын болса, соған жеткілікті дейді. Енді мысалы біз енді көбінесе ауылдық жерде өскен кезде мал бағасың, қой бағасың, сол кездерде малдың төлдерінің өзі енесіне келіп бүйтіп кішкене арқасын бүйтіп еркелейді, сөз енесі кішкене іскейтін болса сөйтіп кетіп қалады да. Яғни әкенің қамқорлығы деген сондай дәрежеде болу керек та. Сен оған мысалы қатты зекімесең де сіздің қас-қабағыңызға қарап ол тәрбие алу керек та. Ата-анасы бар кезде, бар толыққанды ата-анасы бар отбасыларда осындай тәрбиелерді байқайсыз. Енді жалпы кімнің бір несінде айтады, Аманашвили деген кісінің бір сөзінде айтады, балаларыңа күн сияқты болыңдар дейді. Яғни жарқын жүзбен қарау дейді балаға. Сондықтан енді әр өңірге байланысты тәрбиелер әртүрлі, оңтүстікте басқаша тәрбие, мысалы солтүстікте басқаша тәрбие деген сияқты. Бірақ негізгі ата-ананың, әкенің рөлі былайша айтқан кезде ең жақсы нәрсе балаға жақсы тәрбие беру. Одан асқан үлкен бір құндылық жоқ былайша айтқан кезде. Жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы қыз баланы тәрбиелеу деген сияқты. Бірде бір әжей кетіп бара жатыр дейді. Сонда алдынан аяғы ауыр келін кетіп бара жатқан ғой. Сонда келіннің алдын кеспей әжей тоқтап тұр дейді. Сонда айтты дейді, әже енді өтіп кетсеңші, жасың үлкен ғой деген кезде, балам сенің құрсағындағы жатқан ер бала ма, қыз бала ма білмеймін ғой дейді. Егер ер бала болатын болса, алдын кеспейін дегенмін деп. Яғни былайша айтқан кезде біздің бұрынғы әжелеріміз, бұрынғының көзін көрген әжелеріміз, апаларымыз осы ер балаға деген құрметті сондай үлкен дәрежеде қойған, бір басты дәрежеде жоғары қойған. Сондықтан әкенің рөлі қашанда біз үшін үлкен маңызды. Бізге әкелеріміз қалайша, біз енді әкелерімізді жақсы көрген кезде жақсы көреміз, бірақ эмоциональды түрде оларды жақсы көреміз деп айта алмаймыз ғой. Кейбір кезде айта алмай жатамыз да. Яғни балаға қарым-қатынаста біз балаға қазіргі кездегі тәрбиеде мынандай нәрсе беріп жатамыз да. Қалай айтсақ болады, физиологиялық жағынан мысалы беріп жатамыз, не болмаса материалдық жағынан беріп жатамыз, бірақ рухани жағынан көп жағдайда қалыс қалып жатамыз да. Яғни эмоционалды жағынан оны қалыс қалып жатамыз. Біздің бұрынғы кісілердің айтады, біз ондайды көрмедік қой деген сияқты. Жоқ, бұрын ондайды көрмесе, қазір сол нәрсені беруге тырысуымыз керек екен да. Жақсы жаңағыдай эмоционалды қарым-қатынасты, оның күйін, баламен сырласу, баламен сөйлесу деген сияқты нәрселерді беруіміз керек. Өйткені қазіргі кездегі балалар әлеуметтік желіде көп отырғандықтан көп қылмыстарға, сондай нелерге барып жатады. Неге? Өйткені біз балалармен сөйлеспей қалып жатамыз. Қазіргі ата-аналар солай да, телефонмен жатып қалып жатамыз. Баласы бір телефонмен, әкесі бір телефонмен жатады. Яғни мәміленің жоқтығы осы жерде беріледі.
Сондықтан бұрынғы кезде майшам болғандағы жақсы еді ғой, майшамның айналасында отырып атасы кітап оқиды, әжесі ертегі оқиды, сөйтіп айналасында отырып сол жерден тәлім тәрбиені сөйтіп алып жататын. Қазіргі кездегідей енді не емес та. Сондықтан жалпы қазіргі қоғамда әкенің рөлі, әкенің баланың алдында, отанның алдында рөлі үлкен деп ойлаймын өзім. Бұрын өзіміз енді бала кезімізде әкең келе жатыр деген кезде, әкең келе жатыр деген сөздің өзінен жаңағы біз қорықпаймыз, бірақ әкеге деген ол сыйластық, әкенің біздің алдымызда әке асқар тау дейді ғой. Әкенің бір жаңағы осы отбасындағы үлкен бір рөлін білгеннен кейін біз әкең келе жатыр деген сөзден жаңағы жаңа әкең келе жатыр деген сөзден анамыздың айтқанынан әкеміздің алдында жаңа біреуміз суын дайындап, біреуміз жаңа тамағын жасап, біреуміз жаңа тамағын дайындап, солай жүгіріп өстік қой енді. Әкеміз мінекей өмірден озды, бірақ сол әкені біз әлі күнге шейін сағынамыз. Мысалы мынандай нәрсе бар. Мен өз шешем, мысалы әкеміздің киімдерін бөлек жуады да. Балалардың киімдерімен қоспайды. Сосын әкеміздің ескі киімі болса да, оны жерде жатқанын көрмеппін да мен. Соны іліп қояды әйтеуір. Пуфайкасы болсын, басқа бірдеңе болсын іліп қояды. Сонда әкеге деген құрметті мені әкемнен бірде-бір рет әй деген сөз естімеппін да осы күнге дейін. Қоса кеткім келеді, негізі кез келген ұл болсын, қыз болсын тәрбиеде әке мен ананың отбасындағы беделіне байланысты. Оның беделін арттыратын екі жұбайлар, ерлі зайыпты адамдар бірінің беделін бір арттырып отыру керек. Отбасында, әулеттің ішінде ол өзінің ерін алға салып сөйлесе, әйелі сөйлеп отырса, сондай құрметтеп отырса, бала құрметтейді. Отбасында беделді адам, ол басқа ортада да беделді бола алады. Ана да солай сықылды. Біз жаңа бір қыз бала туралы әңгіме болып жатыр ғой. Әрине ол қыз баланың жаны нәзік, керемет, ол гүл сияқты, оны аялау керек. Дұрыс тәрбие алмаған баланы солған гүлдей солдырып алуымыз мүмкін. Бірақ қызға 40 үй деген мағына, ол қызды қоғамнан оқшалау деген сөз емес. Оны бөліктеп, оны тымшалап, орап, былай киіндіріп, басқаша ешкімге араластырмаймыз, қоғамнан оқшаулау деген сөз емес. Біздің қазақ қоғамында қызды ерекше құрметтеген. Төрінде отырғызған қыз қонақ деп. Ертең ол жат жұрттық, қыз жат жұрттық дейді. Егер қыз баланы 100 жыл өмір сүретін болса, соның әрі кетсе 20-25 жылын өз отбасында. Ал қалған 75 жылын өзге ортада өткізеді. Сонда қызды сол ортаға бейімделуге тәрбиелейді. Оның тәрбие барысында айтады екен ғой, бір сұрады дейді ғұламадан, енді нақты есімде жоқ, енді көп жақсы әңгімелердің ішінде бір есте қалғаны. Мен баламды қалай тәрбиелейін дегенде, менің баламды қалай, балаңыз қанша болды туғанына, нешеде десе, 3 күн болды деді. Сіз 3 күнге кешігіп қыдырған екенсіз деген екен. Баланы былай айтады ғой, ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Қыз балаға жаңағы айтайын дегенім, қыз баланың еркіндігі ол отбасында болған. Төрге отырғызу, қыз балаға қатты сөйлемеу, дауыс көтермеу әкенің. Енді ойлайсың, қыз бала дұрыс тәрбие алса, ол мысалы телефонмен қарындасымыз звондап, аға деген сөзін естігенде, тәрбиелі қыз атын атамайды ағасының. Өзінен бір жас үлкенге аға дейді телефонмен. Біз өзіміз қарындасымыздың дауысын естігенде жүрегін жылып сала береді. Міне, қыздың шын пейілімен айтқан сөзі, ол ертең үлкен бір әулетке келін болып түскенде сол ортаға жылу әкеледі. Ол қазақтың ұрпағын тәрбиелейді. Ертең еліміздің болашағын солар тәрбиелейді. Сондықтан да қыз баланың орны қоғамда ерекше. Кей уақытта біз ер азаматты айтамыз, беделді, ер азамат жоғары тұру керек деген сөз, ол өте орынды. Ол қорғаны, ол пана, ол асыраушы, ол қоғамда жүретін белсенді, беделді адам, оның беделі сөзсізі. Бірақ әйел адамның орны, өз орны бар ерекше. Оның орнын ер адам басалмайтын сәттер бар. Әйелдің орнын ер адам басалмайтын сәттер болады. Сондықтан да әйелдің де, ер азаматтың да, отағасының да, отанасының да қоғамда өзінің орны бар. Міне сол орынды анықтап, нақты таба білген отбасы
ол үлгілі отбасы, қоғамға пайда келтіретін отбасы болады. Менің ойым, жеке пікірім әрине. Жақсы, жаңа Гүлзайыр апай, бір сөзіңізде Абайдың сөзіне мысал келтіре кеттіңіз. Яғни бала ата-анасынан, ұстазынан және де жанындағы жүрген жолдастарынан үлгі алады деп. Осы енді мектеп қабырғасындағы балалар қалай? Мектеп қабырғасындағы балалардың тәрбиесі қалай? Жаңағы ұстаздардың отбасына қандай тәрбие береді, не айтады деген секілді. Және де ұстаз бен оқушының сыйластығы туралы не айтасыздар? Енді мектеп жаңағы ата-ананың берген тәрбиесі негізі мықты болу керек қой. Туғаннан бастап жаңа ағай айтып кеткендей, 3 күнге кешіктің дегендей, бала ананың бойына біткеннен бастап, сол күннен бастап ақырын тәрбие жүру керек деймін мен. Ұлттық тәрбие деген негізі атауды әдеби педагогикалық оқулықтарға ең бірінші атамыз Мағжан Жұмабаев кіргізген екен. Негізі отбасының құндылығы деген қазақ болғалы сонау ежелгі дәуірден бастап, мысалы әлемнің ұстазы Аристотель айтқан ғой, отбасы мемлекеттің бір бөлшегі деп. Міне сол отбасынан шыққан бала енді ананың тәрбиесін алған, әкенің жақсы тәрбиесін алған, соның ішінде ұлттық тәрбиені алған. Енді біз бүгін ұлттық тәрбие, отбасы құндылығы туралы айтып жатырмыз ғой. Сондықтан енді ол балабақшаға барады. Балабақшада балабақшаның тәрбиешілері сол ананың, әкенің берген отбасынан алған тәрбиені ары қарай ұштастырып жалғастырады ғой. Енді қазіргі заманда былай айтып жатады, біздің жастар, біз бердік тәрбиені, енді ары қарай мектеп берсін деп, мектепке жауапкершілікті артық қояды. Мысалы үйде қазіргі заманда енді жастарда, Құдайға шүкір, енді көп, мысалы көшеде жүргенде көреміз, 4 баласы бар, 5 баласы бар жас семьяларды. Ал енді 2 баласы бар, 1 баласы бар да отбасылар бар ғой. Мысалы сол 1 балаға, 2 балаға тәрбиені жаңағы қиындықпен, еркелетіп өсірген бала, ол мектепке барғанда да өзін солай жаңағы ұстазға, мысалы ұстаздың алдында 20-30 бала бар. Ұстаз оның барлығына жаңағы өзінің білімін бере ме, әлде ары қарай жаңа баланың тәртібіне қарай ма деген сияқты. Бірақ әрине мектепте де пән мен тәрбиені, ұлттық тәрбиені байланыстырып жүргізу керек деген менің өзімнің жаңа пікірім бар. Өте орынды аса бір маңызды әңгімені айтып қалдыңыз. Ол жаңағы ата-ана мен мектептің байланысы. Бізде қазір үрдіске айналып бара жатыр. Мектеп несін бағады? Мұғалімдер не бітіріп жүр? Ақшасы көбейді ғой, солар неге тәрбиелемейді деген. Бала 6 сағат мектепте, 18 сағат ата-анасының жанында. Біріншіден. Екіншіден, қазіргі қоғамда мен бәріне көп топырақ шашудан аулақпын. Жақсы ата-аналар бар. Мұғалімдермен тығыз байланыста, ұстаздарменен керемет бір ақылдасып, баласының тағдырын алаңдап жүретін ата-аналар бар. Ал енді өкінішке орай, бәрін мектепке сіз айтқандай жаңағы мектептің мойнына артып қойып, тәрбиелесін, менің міндетім тамағын тауып беріп, әдемі киіндіру, балама жақсы сумка беру, велосипед әперу, соны деп ұғынатын адамдар да бар деп ойлаймын, өкінішке орай. Маған кейде мен енді мектепте жиі болам, қазір немерелерімді апарам, сонда бір қазір өзен болса ағып жатқан. Ұстаз бен ата-ана өзеннің екі жағында тұрған сияқты. Көпір жоқ. Ата-ана ар жағында, ұстаз бер жағында. Және бала ата-ананың жанында қалып қойып тұр. Не мәселеде? Бір әңгіме, бір күрделі әңгімелерде
баланың құқығын қорғаймын деп, баланың құқығына, өміріне зиян келтіріп отырған жағдайлар бар. Баласын қорғай кететін, менің баламдікі дұрыс, менікі бәрі оңды, менің баламнан ақ бала жоқ бұл әлемде деген. Әрине, кез келген ата-ана өзінің баласын жақсы көреді. Әрине. Қарға балапанын әптағым дейді. Дегенмен де шындыққа, ақиқатта тура қарау керек. Балаға жаныңыз ашса, ата-ана мұғалімнің жанында тұру керек. Ана өзінен өту керек те, мұғалімнің жанына барып тұру керек. Міне сонда тәрбие болады. Екеуі бірлессе. Мұғалім мен ата-ана сырлас адамдар болу керек. Бала тәрбиесінде сырлас адамдар. Не қиындық бар, не проблема бар, қалай жақсартуға болады деген сықылды. Жақсы мұғалімдер бар. Мен мысалы, өз жеке мысал келтіре кетейін. Менің қазір 3-ші оқиды. Жиен немерем бар, қолымызда бізбен тұратын. Сол баланың ұяң болды. Сөйлеуі, ашылып сөйлей қоймайды. Өзі 5 жасқа дейін көшеге шығып ойнамайтын. Өзімен өзі телевизор көреді. Бұлай бала жай ақылды, тәртіпті, бірақ сондай араласпайтын. Мен мектепке бардым, енді атасы ретінде. Сол мұғаліммен әңгімелесіп ем, керемет әңгімеміз жарасын. Мұғалімнің айтқан сөздері менің көңіліме қонды. Менде бір үміт пайда болды, мына баламды. Сол жарты жылдың ішінде әгі бала сөйлейді емін-еркін, жанына достар пайда болды. Неге? Мұғалім осы мәселеге, менің айтқан мәселелеріме көңіл аудардым, ұстаз. Мен барып айтып, ұстаз көңіл аударып, жанында балалармен отырғызып, араластырып, бала оқшап отырса, сен анда барып ойна, аналарға қосыл деген сықылды, баланы бағытта бағдар беріп отырды. Сол бала қазір міне оқуда жақсы оқиды өте. Балалармен де араласады, жанында достар пайда болды. Бұл мұғалім мен ата-ананың бірлесіп жұмыс істеуі. Біз сонда ғана ұтамыз. Егер тек қана мұғалімді кінәлау, мұғалімнің тырнағасынан кіріздеп, мұғалімнің әрбір қадамына бір сынап, мұғалім де адам баласы, ол да пенде. Кейбір кем-кетік жерлер болатын шығар. Бірақ одан түймедейден түйедей қылық жасап, мұғалімнің абыройын түсіру. Немесе мұғалім жалпы қоғамда басты тұлға болып келді. Басты тұлға. Ауылда ең жай қарапайым қазақ ауылында төр мұғалімдікі болатын. Төрге мұғалімді жады. Ол жағынғандық емес, ұстаздың қадірін білгендіктен. Ешқашанда баласының көзінше ата-ана мұғалімді жамандамайтын. Біз бір мұғалім туралы пікір айтсақ, мезі үйде әжем тыйып тастайтын, 70-тен асқан. Әжем айтатын, мұғалім туралы ондай сөз айтпай отыр деп. Мысалы, мұғалімнің беделін көтеріп отырады. Мүмкін бар шығар кемшіліктері, бірақ соны мұғалімді балаға жақсы жағынан көрсетеді. Беделді болу үшін. Сонда менің бір айтарым, сол ең тоқетері әңгіменің, ұстаз бен ата-ана қатар тұрса, бала тәрбиесінде ұтады. Егер ұстаз бен ата-ана екі бөлек тұрса, екеуі де ұтылады. Шәкірті тәрбиесіз болады, баланың ата-анасы баласының болашағында орын табатынына күмәнді бір бала болуы мүмкін. Сондықтан екеуі бір болған осы керек. Біз бүгінгі күні мектеп пен ата-ана арасындағы байланысты қарау керек. Жоғарғы ол министрлік тарапынан да болсын қарау. Қазір мектепке кірудің өзі кейде қиындап кетеді. Барсаң кіргізбейді. Қандай мәселемен келдіңіз? Ата-аналар комитет арқылы шешіңіздер деп мектепке кейбір бәрін айтсам, енді бүкіл ұстаздар ренжуі мүмкін ертең. Мектеп басшылығы ренжуі. Дегенмен ондай жерлер бар. Кіру қиын. Ертең келіңіз, бүгін бос емес. Сондай. Ол бұрын мектепке кіріп сабаққа қатысатын ата-аналар. Артына отырып қарайтын. Ол жерде мұғалім математиканы білмейді ата-ана. Ата-ана білмейді. Бірақ баласының тәртібін қарайтын. Бала сезінетін. Ата-ана тарапынан да бақылау барын. Міне осындай мәселелерді жаңғыртса дейміз. Сабаққа қатысу оған ештеңе тұрған жоқ. Оған мұғалімнің сабақ беруіне баға беру үшін емес, баласының жағдайын көру үшін келеді ата-ана. Сондықтан да мектеп пен ата-ана арасындағы байланысты әлі жақсарту керек. Бүгінгі қоғамдағы бір үлкен мәселе, бір өзекті мәселе бұл ата-ана мен мектеп байланысы. Мына сіздің айтып отырған сөзіңізге байланысты, жалпы біздің әкелер одағының істеп жатқан бірден бір әрекеттерінің бірі осы. Бізде мысалы көбінесе ата-аналар жиналысында тек аналар ғана келеді ғой мектепке. Сол себептен де біз қазір әкелерді сол мектепке тартумен айналысып жатырмыз. Тек қана не емес, содан кейін мысалы әкелер мен балалардың арасындағы спорттық шараларды өткізіп жатырмыз мектептерде. Неге? Өйткені әке мен баланың арасындағы қарым-қатынас байланыстар жақсару үшін. Содан кейін
және бір күндік мысалғандай оқуға құштар мектеп деген сияқты бала мен ата анасының арасында әкесімен бірге кітапханада отырып бір рет кітап оқу деген сондай үрдістерді қалыптастырып жатырмыз қазір мектептерде. Ақырын келіп жатыр да. Сондықтан жалпы жаңағы ағамыздың айтып отырған сияқты ұстаздың орны, Әлихан Бөкейхан айтты дейді ғой, алты алаштың адамдар жиналатын болса, ұстаздың орны төрде деп. Яғни ұстазды сіздер айтқан сияқты үйде біз балаларымызға ұстаздарын құрметтеуге үйрететін болсақ, сол кезде жаңағы байланыстар, жаңағы ұстаз бен оқушының арасында, ата-ананың арасындағы байланыстар жақсаратын болса, әрине өсіп жатқан өскелең ұрпаққа да үлкен бір септігі тиеді. Мен өзім қызым дарын мектебіне былтыр оқуға тапсырдық, бүйтіп 7-ші сыныптан қабылдайды ғой. Сөйтіп 1-ші тоқсан балам мектепке үйрене алмай жатыр да. Сосын анасы екеуміз ақылдасып жатырмыз, не істейміз деп. Сосын мен айтам, мен барайын, сыныбына барайын, бір рет отырайын деген сияқты. Сөйтіп жаңа ағамыз айтқан сияқты сыныбында артқы партада бір күн отырдым, бір қарап шықтым. Бүкіл бір күнімді соған арнадым да сөйтіп. Сөйтіп кейін баламнан сұраймын ғой, сабақтары дұрыс болғаннан кейін. Жалпы қалай болып жатыр десем, әке сіздің сол келуіңіз маған қатты әсер етті дейді да. Балаға анау артынан іздеушісі бар екенін, не болмаса ана артынан бір әкесінің келіп қарап отырғаны оған қатты әсер еткен де балама. Яғни сол сияқты атасы болсын, жаңағы ата мысалы ағамыз мысалы немересінің артынан барып отыру деген сөз үлкен нәрсе де, немересі үшін, ұрпағы үшін уайымдап отыр да. Яғни осындай бару, жаңағы ата-ана, жаңағы ұстазбен арасындағы байланыс, жаңағы ұстаздың жаңағы ата-анасының айтқан нелерін орынды қарау, немересіне деген мысалы бір көзқарастарын білмейді ғой, мысалы баланың тәрбиесінде баланың қандай екенін білмейді. Мысалы атасы осындай деп айтса, ендеше осындай бір қадамдар жасау керек қой деп қадамдар жасады, баласы немересінің кейін тіл табысып кетуі, ортаға сіңіп кетуі, ата-ана мен жаңағы ұстаздың арасындағы байланыстың үлкен қарым-қатынасы алтын көпір болып жатыр да, балаға кейінгі ұрпағына пайдасы тиіп жатыр деген сөз. Мен енді жаңағы есіме мұндайда әңгімеден әңгіме бір сөзден сөз туындайды. Еске түседі, мен ең алғашқы жас мұғалім болып келген кезде бір оқиға болды мынандай. Мен қазір Ақтөбе мектебі, ол кезде Карл Маркс орта мектебінде мен жас маманмын келдім. Мені 8-ші сыныпқа сынып жетекшісі қылып қойды. Ол кезде бір класста, бір сыныпта, ол кезде 30-40 баладан ауылды, үлкен ауылдар. Соның ішінде енді қадір үлкен жігіт, қызмет істейді ол жігіт. Сергей деген бір бала болды. Ол совхоз директорының баласы. Ерке, тентектеу, бұзақы. Сол мен сабақ жүргізіп жатқанда, мен сол сынып жетекшісім, дөрекі сөйледі. Мен кішкене қаталдау тыйым салып сөйлеген, бала дөрекі қайда жауап берді. Сосын мен айттым, ертең мектепке ата-анаңсыз келме, әкеңді алып кел. Келесі күні ол кісінің әкесі емес, шешесі келіп тұр. Енді мен оны аты жөнінде анықтап айтайын, Дель Альберт Вильгельмович деген совхоздың неміс ұлтының өкілі болатын директор. Директор келмеді де, бала шешесін алып келді. Шешесі келіп еді, мен сөйлестім, мен айттым, сіз ренжімеңіз, мен түсінем, бұл ер бала, мен әкесімен сөйлескім келеді. Сосын сөйдеп жібердім, бір күн өткен, келесі күні әкесі мектепке директор келіп тұр. Завуч айтады, сен директорды шақырғасың ба? Ұят емес па совхоздың директорын шақырған? Мені жаспын ғой енді, жастық бар шығар бойда. Мен айтам, ол кісі директор, бірақ мен үшін ата-ана. Келді, сосын шақырып классқа бардық. Ол кісі келді, сосын шақырып, мен сіз айттым, ренжімеңіз, осындай баланың болашағы үшін сізбен тәртібі соңғы кезде мүлдем бұзылып барады. Дұрыс шақырдыңыз деді. Мен қуанып отырмын деді. Біз жұмыс деп балаға көңіл бөлмейміз. Сіз ертең шығарып саласыз. Оның зардабын біз көреміз ертең деді. Әкесі айтты, мен директор. Жақсы, баламен сөйлесемін. Бір жағдайлар болса, өзіме тура телефон шалыңыз, өзім келіп отырамын деді. Содан кейін 2 күн өткен, сабаққа дүйсенбі, әйтеуір бір күні келді, бала сабаққа келді. Бүкіл сыныптың көзінше кешірім сұрап тұр. Бала өзі. Сол Сергей кейін үлкен қызметте жүр ол жігіт, мен бір-екі рет көрдім ерте. Сондағы ой пікір, содан не үшін айтып отырмын мұны? Егер ата-ана шын мәнінде баласына жан ашса, ұстазға келіп, пікірін тыңдап, содан нәтиже шығару керек. Сонда ұстаз ұтқан жоқ, ата-ана ұтып тұр ол жерде. Сондықтан да менің ойым, жаңа сіздің әңгімеңізден балаға мектепке барам дегеннен есіме түсіп отыр. Балаңды аясаң аяма дейді. Иә. Да, аясаң аяма дейді. Соңғы кезде үлкендер айтты ғой, балаң бастық болсын десең,
таяқ жеу керек деп. Ол бала әсіресе ер бала. Енді ол деген күнде шыбықпен ұру керек емес шығар, ол былай жалпы айтқан. Секілді, мектеп қабырғасында бізде оқушы болғанда енді тентектік жасаймыз ғой. Ол кезде де мұғалімдер енді ұратын, бірақ ол ештеңе етпейді. Соларды жиналып, соларды нететін. Ұрды деп, мұғалім ұрды деп айтпайды да. Ол кезде балалар айтпайды, өйткені мұғалім ұрды деп айтса, әке шеше содан сайын ұрып тастауы мүмкін, саған сол керек деп. Ал қазір мұғалім бір баланың жанына келіп, иығынан бір жерінен түртсе де қазір ата-аналар жүгіріп келеді ғой. Моральдық тұрғыдан енді баланы ұрудың енді қажеті жоқ. Ол 20-шы ғасырдың сол кездегі жағдайыменен қазіргі 21-ші ғасырдың жағдайын, қазіргі балалардың енді кругозоры бұрынғыға қарағанда кең. Өйткені олардың мүмкіндіктері, ақпараттық мүмкіндіктері мол. Кейде үлкен білмеген, ата-ана білмеген шаруаны бала біліп отырады. Сондықтан да енді жаңағы өте қаталдық баланы қатал қылып жіберуі де мүмкін. Ол мейірімділік те керек. Ол сондықтан да әрине балаға қатал шара қолдану, ол жаңағы физический дейді ғой. Күш қолдану ол мәселе, ол әрине ол енді бұрын болды, бұрын болған жағдай. Одан жаман болған жоқпыз деп те айтамыз. Өзіміз де талай мұғалімнен көрдік, тентектігіміз үшін, еркелігіміз үшін. Одан бірақ қазіргі заманда, қазіргі қоғамда олай жасау мүмкін емес, және оның қажеті де жоқ. Қажеті де жоқ. Дегенмен балаға талап қою деген мәселесі бар. Талапты қоя білу керек. Талап орындалатын талап бар, орындай алмайтын талап бар. Балаға әрқашанда орындай алатын талабын қою керек. Баланың қолынан келмейтін істі талап қойсақ, ол бала орындамайды, біз оны орындамауға үйрете бастаймыз. Сондықтан да қолынан келетін істі істетіп үйрету керек. Менің енді өз ойым, менің өмірлік тәжірибе көрсетеді. Мен жалғыз өстім, мен біреудің жалғыз баласымын. Әкем мектептің директоры болып істеді. Мені қатал ұстады. Қатал ұстағанда ұрып соққан жоқ, талапты өте қатал қоятын. Әкем, шешем кейде ренжитін осы жалғыз балаға, сен еркелетпейсің. Менің осы ұрысып отқаным, оны еркелеткенім дейтін әкем айтатын. Ол дұрыс түсінсе дейтін. Міне сондықтан да баланы еркелете білу керек. Анау кімнің бір оқиғасы бар ғой. Аманашвилидің әйелі екеуі баласы шешесіне бір қарсы сөз айтып қалады да. Сол кезде баласын тәрбиелеген кезде былай деп айтты, бала сенімен сөйлесетін сөзім бар еді деп. Сөйлесуім керек еді сенімен деп. Содан қолынан жетектеп осылай біраз жерге дейін барды дейді. Сол кезде баланың ойында неше түрлі ойлар кетті дейді. Қазір әкем ұрсатын шығар, әкем басқа бір нәрселерді айтатын шығар, әкем бір нелерді қоятын шығар деген сияқты ойлар кетіп жатыр дейді. Сөйтіп барғаннан кейін былай деп айтты дейді. Менің бір жақсы көретін бір адам бар еді. Соны бір ренжітіпті деп айтты дейді. Тек сол сөзді ғана айтты дейді. Сол кезде анау бара жатқан кезде анау жетектеп бара жатты ғой, біраз жерге дейін. Сол кезде тәрбиелеп тастады дейді ғой баласын. Яғни балаға зекіп керек емес қазіргі кезде расында да. Зекіп не болмаса бір нәрсені қатал қойып бұрынғыдай шыбық ала жүгіретін уақыт емес. Балаға сондай андай қарым-қатынасты бір-бірін түсіне алатындай бір сондай бір кілттер керек те, ресурстар керек болып қазіргі кездің арасы ағамыз айтқан сияқты балалар неше түрлі нәрсені біледі қазір. Көп нәрсені олай бізден гөрі ана қазіргі балаларды Z балалар деп айтады ғой, мысалы қазіргі нелерді. Өйткені бұрынғылар сияқты емес, олардың қазір әлеуметтік желіге байланысты мысалы көп ақпараттарды бізден гөрі тез қабылдап алады да, мысалы аз уақыттың ішінде көп ақпарат қабылдайды олар мысалы. Қазіргі таңда отбасының жағдайын жақсартамын деп көп ер азаматтар шетелге кетіп жатыр жұмыс істеуге. Оның барлығы отбасы үшін дейді. Яғни солар отбасын қаржылай көмектескенімен рухани ақсатып алады деп ойламайсыздар ма? Соларға жалпы не айтасыздар? Мен өзімнің таныстарым бар, танитын адамдар бар. Мысалы әйелі, балалары осы жақта жүргенмен өздері мысалы бір жылдап, 2 жылдап, тіпті 3 жылдап та кетіп жатыр шетелдерге жұмыс істеуге. Яғни ол отбасының жағдайын, яғни қаржылай жақсартайын деп кетіп жатыр. Бірақ осы 1 жыл деген, 2 жыл деген, яғни аз уақыт емес, осы арада ол отбасын рухани ақсатып алмай ма? Осы жайлы не айтасыздар жалпы? Қазір қоғамдағы өзекті мәселе деп ойлаймын өзім.
Иә, бұл да қоғамдағы қазір өзекті мәселе. Енді бұл барлығы экономикаға байланысты ма, қазіргі мынау жастардың бұрынғы кезде ертеде жастар үйленгенде сол жұмыстан үй беріп жататын, бір үй емес, отбасы толыққан сайын бір бөлмеден екі бөлме, екі бөлмеден үш бөлме, аға. Сондай жағдайлар болды ғой. Енді қазіргі жастарды әрине, жастар енді анау бір нелері, жағдайлары жақсы, отбасы үйін алып берген, мысалы, жігітке немесе қызға, сондай жағдайлар болмаса, қазір көп жастар баспанасыз жүргендіктен, мен ойлаймын, анау жастардың қазіргі кезде талғамы өте жоғары. Мысалы, үй алғылары келеді, ол үйдің ішіне шетелдік анау жиһаздар кіргісі келеді, бір-бірінен қалғысқысы келмейді, одан кейін барып жақсы көлік алғысы келеді. Міне сондай армандармен кетіп жатыр ғой, шетелдерге. Сондай армандармен, сондай өздерінің бір мақсаттарын орындау үшін кетіп жатыр. Жаңа әрине бір жылға кетеді, кейбіреулері 2 жылға кетіп жатыр, кейбіреулері ұнап қалып 5 жылға дейін қалып жатыр. Әрине бұл жерде өте сондай өкінетін, өкінішті, үйлеріндегі балалармен тек қана олар анау видеомен сөйлеседі, телефонмен сөйлеседі. Күнделікті мысалы жанды не жоқ, қарым қатынас жоқ. Әрине бұл жерде кішкене тәрбиеде мүмкін ақсап қалама деген сондай менде бір қауіп-қатер ой бар сондай. Тағы да бір қауіптері бар. Қазір енді біздегі қарап отырсаңыз, сыртқа кетеді, мысалы 1 жылға кетеді, 2 жылға кетеді. Осыдан кейін ер мен әйелдің арасында қарым-қатынастар өзгеріп жатады. Ажырасуға көп себеп болып жататын себептердің бірі. Дүниенің артынан кеттім деп, ер мен әйелдің арасында қарым-қатынастар бұзылып жатқандар жетерлік қазір. Мысалы ретінде қарайтын болсақ, Қазақстанда осы Ақмола облысының өзінде күніне қанша деді? Осы Ақмола облысында 60 па, 600 ба адам ажырасуға өтініш береді екен. Ойлаңыз, ол үлкен қасірет та, былай қарасаңыз. Сондықтан барғанның өзінде де есекті, қазақ айтады, есектің артын жусаң да мал тап деп, осы жақтан да егер еңбек ететін болса, еңбек істейтін болса, осы жақтан да Қазақстанның өзінің өлкесінде еңбек етіп ақша табуға болады деп ойлаймын мен өзім. Әрине ол жаңағы айтып отқан мәселе, оның тағы да бір жағынан қарасақ, ол мәжбүрлікпен кететін адам болады. Мәжбүр болмайды. Ипотекаға үй алды, мысалы. Мұнда істеп жүрген жұмысында қысқарту болды. Ол кәсіпорын жабылып қалды. Енді анау ипотекадан банк үйін алып қояды. Қандай амал бар? Жұмыс жоқ. 70-80 мыңның жаңағы ақылатыменен охранадан неде жүріп, ол ипотекасын жаба алмайды. Ол мәжбүр болып кетеді. Міне, осы бір жағы бұл. Екінші біреу бір дүние қуып кетеді. Миллиард қуып кетеді. Ол басқа әңгіме. Сондықтан да әрине, оның қайсы болса да, жаңағы міне ініміз дұрыс айтып отыр, өте Алмазбек дұрыс айтып жатыр. Ол отбасының беріктігіне зиянын тигізеді. Ол арада қашықтық адамдарды бір-біріне суытады, бір-бірінен салқындай бастайды. Даже баланың әкеге, балалардың әкеге деген, жарының жолдасына деген, баланың әкеге деген махаббаты суый бастай ма деп те қорқасың. Сондықтан да ол әрине үлкен мемлекеттік, қоғамдағы мемлекеттік деңгейдегі мәселе. Егер елімізде 200 мыңнан, 300 мыңнан табыс тауып жүрген азамат, ол ешқашанда Кореяға да, басқа жерге де бармас еді. Ол амалсыздан кетеді. Оның екінші жағы бар. Енді жаңағы айтып айтам, миллиард қуып, жаңағы бизнесін дамытам деп, сонда жатса, айлапта семьясы мұнда, өзі анда, оның енді біз нақты толыққанды отбасы деп айту қиын ол жағдайда. Бір-біріне деген сүйіспеншілік, бір-біріне деген демеу, қолдау деген әкелік қамқорлық, жұбайлық қамқорлық отбасына деген отағасы ретінде ол келмейді. Сөзсіз келмейді, ол анық. Әлгі Мұхтар Шахановтың отырар дастаны бар ғой. Сонда отырардың қақпасын ашып берген сатқынның әкесі келіп айтады, әр нәресте қашан есі кіргенше, ел қадірін, жер қадірін, ең бастысы тіл қадірін білгенше, алғашқан тек қылығына өзі ұялып күлгенше,
көтергенше балаң ойдың желкенін, қинаса да қиқар соқпақ қиыш жол өзі туған қасиетті өлкенің ауасымен дем алуға тиісті ол дейді. Яғни ол жаңағы кетіп қалып, елге деген махаббатын жоғалтып алуы да мүмкін деп ойлаймын өзім. Сағыныш болады ғой бәрібір. Менің осында Көкшетауға 2013 жылы көшіп келдік. Содан кейін екінші қызым 1 жарымда ғана. Сөйтіп шешесі жұмыста, мен жұмыстан баламды көрші үйіне қалдырып кетсек, сөйтіп келсем, балам жолдың ортасында ойнап отыр да. Көрші үйіне қалдырып кеткем, жолдың ортасында ойнап отыр. Жүрегім қағайылды ана жерде. Содан шешеміз ондай, мама, анау қызды, үлкен қызым балабақшада, оны кешке таман аламыз, кіші қызды қалдыратын жер жоқ. Енді жас болып, сол кезде жаспын, мен 29-да ғанамын. Сосын анам айтам, анау қызды сіздер жаққа апарып тастайыншы деп. Сөйтіп таксиге сала салдым да, бір жолдас жігітпен сөйтіп үйге апардым. Содан кейін енді жұмыстамыз осында. Сосын 1 ай, 2 айдан кейін барған кезде балам енді тілі шығып жатқан, 1 жағынан енді тілі шығып. Сосын барса маған, аға дейді. Анау жерде мен нетпей қалдым да, анау екінші ініме әке дейді да, маған аға дейді да. Содан сөйтіп әке аптасына 1 рет баруға тырысып жүрдік. 2 аптада бір барып, сөйтіп 1 айда бір барып, сөйтіп 3 жасқа дейін шешемнің қолында өсті. Сөйтіп үйге әкелдік, енді балабақшаға келетін уақытта әкеліп балабақшаға сөйтіп нетіп жатырмыз, беріп сөйтіп. Содан кейін апта сайын әжесінің қолына барады да, апта сайын әжесіне апарамыз. Сөйтіп 3 жыл, 6 жасқа келген кезде әрең дегенде өзімізге үйреттік қой, баламыз. Қазірдің өзінде мынау менің үйім емес дейді, менің үйім ауылда деп сөйтеді. Осы кезге дейін. Сонда қараңыз енді, ол барып тұрғанның өзінде. Егерде 3 жылдап бармай қалсаң, баланың ата-анасының алдында қарым-қатынастары мүлдем үзіліп қалады, былай қараңызда. Мен мына жаңағы бір айтылып отқан мәселеде тағы бір айтатын шаруа. Отбасындағы отбасы дегенде менің өз көз алдыма қазақ отбасының ішінде ұлттық құндылықтар дейміз, негізгі тақырып бүгін. Қарап отырсақ, негізі ұлттық біздің қазақ отбасындағы тәрбиенің 3 тірегі болу керек, ол бар. Ол тіліміз бірінші. Отбасы қазақ тілінде сөйлесе, ол бала қазақи тәрбие алады. Қазақ тілінде сөйлемеген бала толыққанды қазақи тәрбие ала алмайды. Ол менсіз ақ дәлелденген шаруа. Екіншіден, әдет-ғұрыптарды пайдалану күнделікті тұрмыста, оны официальный бағдарлама жасап емес, күнделікті босағаны таптама, босағаны керме, бас киімді аяғың астына тастама, нанды жерге тастама деген сықылды салт дәстүрлерімізді, қыздарға арналған, жігіттерге арналған, ұлдарға арналған салт дәстүрлерді айтып құлақ қағыс қылу. Оны мынандай кейде сылтау айтады. Ата-ана таңертең 8-де кетеді, кешкі 8-де келеді, балаға айналысуға уақыты жоқ деген мағына. Жоқ, жақсы ата-ана баласына кем дегенде күніне 1 сағат уақыт табады. Кешке жақын ұйықтардың алдында балаңды, немереңді жаның алып жатта, осы әңгімені айт. Дәстүрлерден. Жас баланың миы профессордың миынан артық ол. Ол бір айтқанды қағып жанасында сақтап қалады ол. Оны мүмкін мәнін түсінбесе де, ана сөз оның есінде қалады. Сондықтан да әдет ғұрып. Содан кейін үшінші бір тірек, ол ұлтының тарихын білу. Батырларын, бағландарын, даналарын, дараларын құлағына әлі де оны терең түсінбесе де, ол баланың құлағында жүреді. Кешегі айтайын дегенім, Қазыбек, Төле би, Әйтеке билер ешқандай университет оқыған жоқ. Колледжда да магистратура, докторантура бітірген жоқ олар. Осы кісілер отбасында алған тәрбие, әулеттен алған тәрбие, қоғамнан алған тәрбие. Кезінде үлкен ақсақалдар балаларын қонаққа барса жетектеп алып баратын. Қазір бала әкелмеңдер деген сөз шықты. Қонаққа баламен бармаңдар. Ағасының, туысының, туған нағашысының үйіне баласын ертіп бармайды. Неге? Өйткені біз өзімізге сенбейміз. О жерде ащы су ішеміз, неше түрлі жаңағы теріс анекдоттар айтамыз, қарқылдап күлеміз, айтылмайтын әңгіме айтылады. Біз өзімізге сенбейміз да, баланы ертпейміз. Бала біздің теріс қылықтарымызды көрмесін деген ой. Үйге қонақ келсе де сол. Алыс жерден бір туған нағашысы, жиен ағасы, бір ағалары келіп жатса, балалар ана бөлмеде қамаулы. Қонақтар кеткесін шығасыңдар, ішесіңдер шайларыңды деп қамап қоямыз. Анау үйге келіп атқан адам қандай туысы,
қандай жақын, ол кім. Ертеде сондай үлкен адамдарға қолына су құйғызатын. Кешегі Қазыбек билер, Айтеке билер отырған шығар атасының жанында. Ана үлкендердің айтқан ұлақ аты сөзін тыңдап, айтқан әңгімесін тыңдап, сондай бір шежірелер тыңдап, солай өсті. Бірде ұқпайды, екінші есінде қалмай, үшіншіде ол тыңдай, соның бәрін санасына құяды. Сондықтан да бала тәрбиесінде баланы өзімізден алыстатып аламыз біз. Басқа бөлме оған, басқа бөлмеге жатады, 2 жастан бастап бөлек кровать о балада. Бұрын әкесінің жанында жататын ер бала. Қыз бала анасының жанында әңгіме айтатын, сыр айтын, әртүрлі әңгіме айтатын. Сондықтан да мен айтам, жалпы отбасы дегенде біз отбасының құндылығы ол ұлттық құндылық. Ол біздің ұлтымыздың тағдыры. Сондықтан да ол бала тәрбиесіне, мысалы Яков Карнегидің баланың бойынан және атана бір жақсы қылығын білу керек. Балаға кейде естимін, жастар көшеде жүреді, аулада кешке жақын уақытында. Тупойсың деп баласын ұрсып жатады. Апырмау, туған баласына тупой деген сөз, айту деген сөз, баланың жанын жаралау деген сөз. Оның жанында достары жүреді ойнап. Ты тупой деп бірдеңені білдіріп алса, сондай әңгіме айтып жатады. Мен айтам, баланың бойынан жақсы қасиетті іздеу керек. Яков Карнегидің айтқаны ғой деймін, ұмытпасам, қателеспесем. Адамның бойындағы қасиеттерін 100% деп алайық. О баланың бойында жат қылықтар көп екен. Өтірік айтады, бұзақылық, бірдеңені қағып ұрлап кететіні бар екен. Сондай бір жаман қылықтар бар екен. Соның 1% бір жақсылығы бар екен. Ол мейірімді екен әлі. Мейірімді, бір құлақ қалған бала көрсе, бірге жылайды, әгіні тұрғызады. Сол 1% жақсы қылығын тауып алу керек баланың бойынан. Сол арқылы ана 99 жаман қылықты жою керек. Ал құр ана жақсы қылығын тауып алмайынша, оның басқа жат қылығын жоя алмайсың дейді. Сондықтан баланың бойынан жақсылығын іздеуіміз керек. Баланың мақтап. Мысалы, бір ғана мысал. Жаңа енді әркім өз отбасынан айтады ғой. Жаңағы немерем турникке тартыла алмайтын. Мен келемде бір күні қарасам, жартылай тартылып тұрен. Жартылай ғана бір-ақ рет кішірек, бәлі кішкентай. Мақтадым ғой. Сен тартыла алады екенсің. Қолыңнан келіп тұр міне деп. Бірақ жаттығу керек екен әлі деп едім. Содан бір жұмадан кейін кепті, атам мен 2 рет тартылдым уже. Міне балаға осындай не дейді ғой? Мотивация. Мотивация беру керек енді. Баланы жігерлендіру керек. Баланы сондай. Сондықтан да баланың бойынан балаға сөз айтқанда, баланы жігерлендіретін сөз айту керек. Менімше осы кейбірді көбіне көріп жатасың. Баласына паркте демалып жүргенде, баласы көмбеге салып, желкесінен желкелеп ұрып атады, айғайлап, айтпайтын ауыр сөздер айтып атады. Осыны көріп өскен баланың мейірімді болатынына менің күдігім бар. Сондықтан да балаға талап қоя білу керек. Балаға кішкене аздаған ретімен орынды бір қаталдықта болу керек, қажет кезінде ол да болу керек. Бірақ баланың жігерін жасытпайтындай болу керек оның бәрі. Өйткені ол ертең азамат, елдің қорғаны. Ол жалтақтап жан-жағына қарап өмір сүрсе, ертең сол қалпында не өзіне, не қоғамға пайдасы болмай кетеді ондай баланың. Сондай бір ой айтатын. Енді ол айтайық десек әңгіме көп. Әркімнің өз пікірі бар, өз ойы бар. Мүмкін ертең бұны естіген, тыңдаған адамдар менімен келіспейтін де шығар. Ол да дұрыс. Әркімнің өз пікірі болады. Дегенмен біздің өмірлік тәжірибемізден көргеннен айтымыз. Гүлзайыр апай, мынау сіз әдебиет және өнер музейінде жұмыс істейсіз ғой. Осыған байланысты қаншалықты ата-аналар өз балаларын осы мәдени ошаққа, жалпы музей деген ол рухани орталық қой, қаншалықты әкеледі. Жаңағы әдебиет өнер музейінде салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, біздің қаншалықты мықты азаматтарымыз осы музейде орын алған, соларға қаншалықты кеп өздерінің балаларын әкеледі. Жақсы сұрақ. Енді бұл қара шаңырақ 1989 жылы осы Көкшетау қаласында бір қазақша сөйлеп тұратын ұлттық, жаңа ағамыз айтып кеткендей, тілімізді, ділімізді, тарихымызды, мәдениетімізді насихаттайтын қара шаңырақ болып ашылды ғой. Енді біз осы музейдің ішінде, музей енді тұнып тұрған тарих, тұнып тұрған мәдениет, тұнып тұрған салт дәстүр, жаңа баланы салт дәстүрмен,
байланыстырып тәрбиелеу керек деген ағамның сөзі өте орынды. Бұл жерде біз тарихымыз анау сонау ежелгі тарихымыздан бастап бердінгі тарихымызға дейінгі оқиғаларды айтамыз. Одан кейін барып әдебиет дегенде әдебиет неден бастау алады? Ол фольклор, халық ауыз әдебиетінен басталады. Бесік жырынан басталады дейміз. Міне осы бесік жырын ананың бойына сіңіріп өскен бала өзінің жаңағы бойына отансүйгіштік, патриоттық сондай бір жақсы тәрбие алады деп ойлаймын. Енді біз мектептермен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Мені осы көптеген мектептің ұстаздары жақсы біледі. Мектептерге барып біз әртүрлі тақырыпта дәрістер оқимыз. Сол дәрістердің бірі жаңа ағам айтып кеткен бата беру. Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген тақырыпта менің үлкен бір дәрісім бар. Сол дәрісті біз тек қана жаңағы ауызша айтып қоймаймын мен. Жаңа балалардың, оқушылардың өзін қатыстырам. Қолдарына жаңа ағам айтқандай ертеде қазақтың отбасында ұл баланы жаңа қонақтар келген кезде қолына құманын беріп, жез құманын, жезлегенін беріп, иығына сүлгісін орамалын асып, анау төрде отырған үлкен кісіден бастап қолына су құйып, сол үлкен кісінің батасын ал деп су құйғызған. Ол жай ғана бір салт емес, жаңағы балаға біз айтып кеткен, тағы да қайталап айтайын, баланың армандарына деген, өзінің мақсатына деген жететін және отансүйгіштік, жаңағы патриоттық сезімін оятатын үлкен кісілер бата берген. Сол менің үлкен бір дәрісім бар. Сол дәрістер арқылы, салт дәстүрлік жаңағы тәрбие беретін дәрістер арқылы біз мектептермен көп тығыз байланыстамыз. Енді мынау Қара шаңырақ әдебиет және өнер музейінің ішінің өздеріңіз көріп тұрғандай тұнып тұрған тәрбие ғой. Бұл жерде біз жаңағы ата-бабаларымыздың өткен жолын, ата-бабаларымыздың білектерінің күшімен, найзаның ұшымен осы мынау кең жерімізді, мынау қазақ деген елімізді қорғап қалған батырлардан бастап, жаңа ағам айтып кеткендей, әр бала өзінің батырларын, батырлық эпостармен, жаңа өзінің баһадүрлерін біліп өскен баланың бойында әрине көптеген қасиеттер, көптеген жаңағы қайталап айта берсек, отансүйгіштік қасиеттер жаңағы баланың бойына сіңеді. Міне осы әдебиет және өнер музейінде біз көптеген салт дәстүрге байланысты, елімізді, жерімізді қорғауға байланысты әртүрлі дәрістер, саяхаттар жүргіземіз. Жақсы. Мен кітапхана қызметкері ретінде айтарым, жалпы кітапханаға да көптеген, мен балалар бөлімінде жұмыс істеймін, көптеген отбасылар келеді, қазақша кітап алады, орысша кітап алады, бірақ мойындау керек, қазіргі таңда қазақша кітаптар өте аз, және де оның ішіндегі бейнеленуі тек қана әңгімелер ғана болуы мүмкін. Ал мысалы шетел әдебиеттерінде әдемі суреттері бар. Яғни баланы қызықтырады, сондықтан да көп балалар орысша кітапты алып жатады. Ал енді уақытымыз таяп қалды. Сіздерден осы жас отбасыларға айтар ізгі тілектеріңіз болса, мархабат. Сөзіміздің басында айтып кеттік қой, бұл үлкен өте өзекті мәселе. Қай қоғам болмас үшін, соның ішінде қазақ қоғамы үшін бұл өте үлкен, ауқымды мәселе, орынды мәселе. Біз еліміздің жарқын болашағын көргіміз келсе, еліміздің гүлденгенін, еліміздің күш қуатының артқанын көргіміз келсе, біз әр отбасында дұрыс тәрбие беруіміз керек. Біз қоғамға пайдасы тиетін ұл қыздарды дайындауымыз керек. Ол біздің ғана баламыз болып қоймау керек, бұл халықтың баласы болу керек.
елінің баласы болу керек, ұлтының баласы болу керек. Бұл әңгіменің маңыздылығы да осыда. Отбасының бұл әр бала, ол өзінің әке шешесі бар. Ол сол үйдің баласы. Бірақ сол үйдің баласын біз елдің баласы қылып тәрбиелеуіміз керек. Еліне жан ашитын, ұлтына жан ашитын. Сондықтан да ойлаймын, бүгінгідей әңгіме, кеңестер көп болу керек. Біз енді қарапайым адамдармыз. Бұл мамандар шақырылып, ертең үлкен бұны кеңейтуіміз керек. Өйткені кеңейтілген мәселе болса, бұған тереңірек мән беру да керек. Біз жалпылама өмірлік тәжірибеден алып айтып отырмыз. Біз арнайы осы мәселемен тікелей шұғылданған жоқпыз. Сондықтан да біз өзіміздің өмірден жинақтаған тәжірибемізден, естігендерімізден, көргендерімізден, оқығандарымыздан айтып, ой бөлісіп отырмыз. Дегенмен өте орынды біздің айтарымыз осында мәселе жүйелі түрде болса екен. Бұл бір сәттік қана шара емес, жүйелі түрде. Және бұл әр мектепте, әрбір орындарда бір сол өткізіліп отырса, бұл керемет жақсы болар еді. Сосын тағы бір айтарым, мына Алмасбек інімізге айтарым, мынау шаңырақ болды ғой кезінде, берік істеді да, берік сол кезде. Керемет бір аудандарға шығып, керемет бір жақсы бір мәселелер, аз қамтылған отбасы, жетім балалармен жұмыс, көп балалармен жұмыс, өздеріңіз де шығып жүрдіңіздер талай мәрте. Сол кезде жиі бас қосушы. Сол кезде бір апайымыз болды, марқұм. Кім ғой? Сол кісі жатқан жері жарық болсын, көп еңбек сіңірді ол кісі осы бағытта. Сол мәселе енді мен мүмкін болып жатқан шығар, естімейтін шығарымыз. Сол жайлы ақпараттар көп болса екен дейміз. Газет журналдарда, мынау әлеуметтік желіде істелінген істер, айтылған әңгімелер жиі болса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Сізге құлағыңызға алтын сырға. Осы мен айналысып жүрген отбасылық мәселемен азаматсыз, осыған үлес қосып жүрген азаматсыз, сондай бір өтініш бар сіздерге. Бұл жалпы отбасына байланысты қазір біздерде отбасылық тренингтер өтіп жатыр негізінен. Алматыдан келе шақырамыз, мамандар шақырамыз. Жақсы студенттер бар. Мысалы, менде жалпы қоғамдық қорымыз бар. Бізде жалпы қазір қызмет жасап жатқан Көкшепұр қоғамдық қоры деген. Сонда студенттермен жұмыс жасаймыз. Жалпы студенттермен үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты олардың мысалы білім алуына, тәрбие алуына осындай үлестер қосамыз. Жалпы енді жас отбасыларына айтарымыз бар енді. Жас үлкен мысалы ергерде несі болса, отбасылар болады болса, әйелі ерін құрметтеп үйренсе, ері әйелін құрметтеп үйренсе, осы ортада өсіп жатқан балалардың үлкен бір салихалы өсуіне бір себеп болатын нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан жалпы былай айтқан кезде құрметтеуге, бір-бірін құрметтеуге, бір-бірін көтеруге үйрену керек деп ойлаймын отбасылар. Енді қазіргі таңда отбасылық құндылықтарға байланысты енді ол әртүрлі біздің Қазақстанда жобалар жүзеге асырып жатыр ғой. Мысалы, анау мерейлі отбасы, бақытты отбасы деген сайыстар, иә. Міне осы жобалар арқылы жастар отбасының біріктілігіне, отбасындағы өздерінің балаларын қалай тәрбиелеу керек екенін, жаңағы үлкенге құрмет, кішіге ізет дегендей, сондай мерейлі отбасында жеңген көп отбасы, жаңағы семьялар көп, ата-аналардың отбасыларының несінде, жаңағы негізінде, солардың үлгісінде тәрбие алады деп ойлаймын. Осындай жобалар көбірек болса, тек қана республикалық масштабта емес, мысалы облыстық масштабта, қалалық масштабта, жаңа өзіңіз айтқандай мектеп аралық масштабта, міне осындай отбасылық жаңағы сайыстар, жобалар жүзеге асырылып көп болып жатса, әрине біздің қазақтың мынау ұлттық тәрбие алып жатқан жастарды жамандауға болмайды, жастар көп қазір. Сондықтан соны ары қарай біздер болып, сіздер болып, ұстаздар болып осылай қолға алсақ, біздің мемлекетіміздегі отбасылардың жаңағы нелері үстем болады деп ойлаймын. Сондықтан отбасылар бақытты болса, отбасылардан жақсы азаматтар шығып жатса, біздің мемлекетімізде үлкен, белгілі, бақытты мемлекет іргесі
жаңағы қаланған берік мемлекет болады деген сенімдемін. Жақсы, бүгінгі бағдарламаға келіп ой бөліскендеріңіз үшін көптен көп рахмет айтам. Жалпы Қазақстандағы әр отбасы ұлтқа, елге қызмет етеді деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.